Ortamızdan sonra bileklerimizde tutup, жаңа балаларımızı karşı olmaktan adaptarayın. Koşemetlerimiz olsunlar da. Ağlayın, kaysalıklarda Kuda bulu var desекti, Kudasın Kudayınдай сыйлайтын қазақ қана. Бұл қасиет кеше ғана емес, қазақ болғалы, қаннан қанға жалғасып келе жатқан сүйекке сіңген қасиет. Кешегі атақты Абай мен Ділдәнамыз тағдыр қосқандағы Алшынбай мен Құнанбай арасындағы сыйластық. Бұл дәстүр ғасырлар емес, заманалары зымыратса да шайқалмайтын, лайланбайтын, сейілмейтін сыйластық. Қазақ Құданың асы бас, отырған жері төрт екен. Ендеше сондай ғасырдан қанға сіңген қасиет бойынша жаңа құтты құдаларымызды төрімізге шақырсақ. Hareketli korku bırakmayın. Өсіріп тәрбиелеу бір баланы, тұрғызған мен теңеген бір баланы, адаппамен тасылай кеше маралдай қыз баланы.
сізге берілді. Ақылсызға айтқан сөз далаға кеткен шығынды, жырға қосып айтамын бар өсиет сырымды. Бұрынғы күнім балалы, бой жеткен күнім бүгінгі, өзім айтқан сөз емес, осылай деген бұрынғы. Еріңнен асыл адам жоқ, қарасаң ата тегінен. Күйеуін үйге келгенде қағып көрпе салып бер, отыратын жеріне. Ерте тұрып түндік аш, ерініп жатпай төсекте, мезгілсіз келген ұйқыны өзіне жақын дос етпе. Қатты қылып сөйлеме, ақырын сөйле мүдіріп, майдалғы сөзіңнің кеткендей болсын төгіліп. Жасы үлкенді сыйлап жүр, құрмет қылып жасқанып, бұрынғыдай ойламай, сабыр етіп шыдам қылып, аштық бенен тобына, ынта менен қызмет қылып, Құдай қосқан жанына. Ай, келінім, біреулер дүбірлетіп ат шауып келе жатыр. Олар кім болды екен? Іші-неше? Ай, мынау ақбозаттағы жігіттер кім болды екен? Елендегі жігіттер сұлу екен. Ерістағы жігітті айтсаңшы. Амансыңдар ма жігіттер? Қайдан адасып жүрсіңдер? Келінім, бұл жігіттер біздің қызымызға келген күйеу жігіттер. Ал жігіттер, хош келдіңдер. Сіздерді көп күттірмей, сол қызымызға алып барайық. Жеңеш-ау, салт дәстүріміз бойынша қыз көрсек